Қайырлы күн. Кез келген курстың тиімділігін қалайша арттыруға болады? Осы сұраққа жауап беру мақсатында пайдалы видеолардың легін жалғастырудамыз. Ең бірінші сабақта біз айтқан болатынбыз, тиімділікті арттыру үшін мақсатымыз айқын болу керек. Кейін курс барысында жалпы берілетін ақпараттар, тапсырмалар, олар әдетке айналғаны жөн. Оны орындау барысында сіз ләззат алуыңыз керек. Сонымен қатар өзіңізге ауыр жүк мойныңызға іліп алмай, дұрыс жоспарлау керек, яғни тапсырмаларды дұрыс орындауды жоспарлау керек. Яғни барлығы осы алғы шарттарды орындасаңыз, сіз осының өзінде ғана тиімділігіңізді әлде қайда арттырасыз. Бірақ шабыт, мотивация тез өшіп қалып жатады. Прокрастинация дейтін дүние бар, Жалпы бүгінгі видео ол осы зат туралы және оны қалайша жеңуге болады, сол туралы айтып беретін боламын. Прокрастинация дегеніміз ол қаншалықты зат маңызды болсын, ол іс-әрекет жедел тұрғыда орындалу керек болса да, біз оны кейінге қалдырамыз, Яғни кез келген істі, мүмкін тапсырманы орындауды кейінге қалдыру, Осыны прокрастинация деп атайды. Өкінішке орай, қазіргі заманның індеті десек те болады. Себебі көп адамдар жаңағы Инстаграмда басқа адамдарға лайк басу, немесе бір қызықты видеолар көру, вайндар көруге назар ауып кетеді де, ең маңызды істерді кейінге қалдырып жатады. Осыны қалайша жеңуге болады? Яғни маңызды істердің бірі ол курсты аяғына дейін аяқтап шығу ғой, тапсырмаларды орындау. Ондай болса, мен сіздерге жалпы ол прокрастинацияны жеңуге болатын амалдармен бөлісейін. Ең алдымен, сіз прокрастинацияға түсіп кетпеу үшін сізде міндетті түрде дедлайн болу керек. Дедлайн дегеннің өзіне, ол белгілі бір аяқталатын уақыт, Көп жағдайда бізде қалай адамдардың бір курс оқуға қатты шабыты ашылып кетіп жатады. Бізде сөйлеу шеберлігіне айтады, мен бір айдан кейін диплом қорғауым керек, немесе мен басшылардың алдында бір презентация айтуым керек, маған тезірек, міне бір айдың ішінде сөйлеп үйренуім керек деп келеді, Яғни қарап отырсаңыздар, ол кісілерде дедлайн бар. Немесе жаңағындай, не үшін жылдам оқуға келіп жатады. Көп жағдайда студенттер айтады, менде емтихан келе жатыр, ол емтиханды көп кітаптар оқып үлгеруім керек, сол үшін маған мынау 2 айда, 1 айда, 3 айда тезірек осы қабілетке ие болуым керек дейді, Яғни біздің белгілі бір нәрсені үйренуіміз үшін, немесе оны кейінге қалдырмай, тезірек оны бастап кету үшін бізге міндетті түрде соңғы уақыттың анық болғаны керек, Көп жағдайда не үшін ағылшын тілін аяғына дейін үйренбейді, себебі дедлайны жоқ. Түсініксіз, не үшін керек, қашан сөйлейміз, басқа мемлекетке барарымыз, бармайтынымыз әлі де белгілі емес, Яғни ағылшын тілі қашан керек екені белгісіз болғандықтан, біз дедлайн болмағандықтан, біз прокрастинацияға түсіп жатамыз. Маңызды істерді кейінге қалдырмау үшін ең жақсы бір қабілеттердің бірі, бұл екіншісі, яғни конкретика. Кез келген заттың анық болуы, Жазып қояйын. Біздің миымыз барлық анық дүниелерді жақсы көреді. Мысалы, жылдам оқуға келген кезде адамдар құр жылдам оқу үшін, немесе құр тез оқу үшін келе салмайды, Олардың белгілі бір анық мақсаты болу керек. Яғни мен айына 2 кітап оқуым керек. Немесе мен күніне 20 бет оқуым керек, Яғни сол 20 бетке 1 сағат, 2 сағат уақыт емес, ары кетсе бір 30 минут, 15 минут қана бөлгім келеді дейді, Яғни ол кісілерде нақты айқын мақсаты бар. Конкретика. Кейбір адамдар түсініксіз, оқимын ба, оқымаймын ба, не үшін керек, қанша беттен оқып отыру керек, ол анық болмаса, онда сіз оны кейінге қалдыра бергіңіз келеді. Немесе ағылшын тілін үйренуде де бір 5 сөзді жаттауға 5 минут кетірем ба, 15 минут кетірем ба, яғни сізде ешқандай да бір айқын дүниеңіз болмаса, онда сізге оқу одан да қиынға түседі. Ең дұрыс жолы, мысалы, тапсырманы орындауға 15 минут берілсе, күнде бір уақытта 15 минут уақыт табыңыз. Уақыт табу оңай. Мүмкін бір сериал көре салмайсыз, мүмкін Инстаграмда отырмайсыз. Ары кетсе 24 сағаттың ішіндегі өзіңіздің дамуыңызға не болмағанда 15 минут бөліңізші. Яғни сіз бұл жақта өзіңіздің уақытыңызды айқындап, анық беріп отырсыз. Сол кезде сізге оқу әлде қайда оңайға түседі. Прокрастинацияны жеңудің үшінші амалы
бұл бағалау. Қазір нақтылап түсіндіріп айтып беремін. Көп жағдайда бізге әрине шабыт керек, немесе белгілі бір заттың дұрыс, бұрыс екенін түсіну үшін бізге белгілі бір шкала болады, яғни бағалау жүйесі. Мысалы, бүгін мен ойдағыдай жылдам оқуды үйренуге 15 минут жаттығуларға уақыт бөлдім бе? Жоқ, мысалы. Бөлдім десе, ол сіз өзіңізді жақсы бағалайсыз, Жоқ, бөлмедім десе, онда сіз өзіңізді жаман бағалайсыз. Және мен сіздерге бірінші сабақта айтып өткендей, біздің миымыз ол жақсы эмоцияны сезінгенді жақсы көреді. Сондықтан сіз өзіңізді жақсы бағалап, тапсырмаларды орындайтын болсаңыз, сіз басқа да тапсырмаларды орындауға одан да көбірек шабыт ала бастайсыз, Яғни сіз кейін мүлдем тоқтай алмайтындай да жағдайға жетуіңіз мүмкін. Көп жағдайда бізде жылдам оқуды шын мәнісіне түсініп жасап, бүкіл тапсырманы орындаған адамдар кейін қалайша кітапты оқығанды сүйіп қалғанын түсінбей қалып жатады, Менде өзімнің группамда оқушылардың арасында үлкен кісі болған, ол айтатын, Назерке, қарашы дейді, мен ешқашан кітап оқымайтын едім, қазір күніне жарты сағат оқымасам тыныш отыра алмаймын дейді. Кітап, әйтеуір қайда болсаң кітап іздеп жүретін болды, Яғни ол мына өзін әрбір тапсырманы, әрбір жаттығуды жақсы орындаған үшін, өзін жақсы бағалап отырған үшін, ол істі сүйіп қалды, Яғни қайтадан бірінші сабаққа оралатын болсақ, әдетке айналдырды, ол істен ләззат алады, және де күніне бір күнде бір кітап оқып бітірем деген сияқты бір мега ауыр жүгі мойнында жоқ, яғни күніне жарты сағат оқу ол кісіге ең оптималды, ең дұрыс жолы болып табылды. Соның арқасында ол кісі қазір айына кем дегенде 3 кітапты бітіріп отырады. Керемет емес пе, Яғни курстың нәтижесі деген осы. Сіздерге лайфхак, бұл прокрастинацияны жеңу жолдарын тек қана курс барысында емес, кез келген бір өміріңіздегі немесе жұмыстағы бір проектті бітіруге, егер сіз студент болып жатсаңыз, дипломыңызды жазуға, Яғни осы 3 қағиданы орындайтын болсаңыз, сізге нәтиже көрсету әлде қайда оңай болады, Бізде осымен пайдалы видеолар легі аяқталмайды. Бұл небәрі 2-ші видео ғана. Алдымызда әлі де көптеген пайдалы ақпараттар бар, сондықтан бізбен бірге болыңыздар.